Салют достар. Бұл видеода біз ұбт-ға дайындығымызды контекстік тапсырмаларды шығарудан бастайтын боламыз. Өздерің білесіңдер, контекстік тапсырмалар 5 болады, оған 5 балл береді. Егер де контекстік тапсырмаларды толық дұрыс шығаратын болсақ, онда плюс 5 баллды қоржынымызға елеп алатын боламыз. Демек, бұл тапсырмаларды шеше білу өте маңызды. Және контекстік тапсырмалар әрқашан әртүрлі тақырыптарға келеді. Біз бүгін бірінші бөлімді бастайтын боламыз. Егер де осындай контекстік тапсырмалар сендерге маңызды, керек, пайдалы болып жатса, онда бұл видеоға лайк басып, барынша достарымызға репост жасайық, өйткені бұл маған деген үлкен қолдау болады. Және де екінші бөлімді, келесі бөлімдерді бірінші болып телеграмға жазылған жандармен ютубқа тіркеліп, колокольчик басқан жандар бірінші білетін болады. Менің әлеуметтік желілердің барлығы мына жерде төменде жазылған, Бекжан Батырбекұлы деп іздеп таба аласыздар. Жақсы. Бірінші бөлімді бастайық. Бұл бірінші бөлімде біз не жасайтын боламыз? Бұл бірінші бөлімде негізі біз ангар деген тақырыпқа байланысты контекстік тапсырмаларды шығаратын боламыз. Ендеше бұл бірінші бөлімімізді бастайық. Бар назарды экранға салып отырамыз. Let's go. Жақсы, алдымен есептің берілгеніне қарайық. Есептің берілгені бойынша ангар типтес жүк қоймасының ені 20 метр, ұзындығы 50 метр. Тік қабырғасының биіктігі 8 метр. Шатыры жарты шеңбер тәріздес жабылған дейді. Сонда бұл жерде мынау фигура тік бұрышты параллелепипед, ал үсті шатыры ол дегеніміз цилиндр, бірақ цилиндрдің жартысы, Жақсы, осы ақпаратты ескеріп, бірінші сұраққа қарайық. Ангарды толық қаптау үшін неше метр квадрат қаптама керек? Едені қапталынбайды дейді. Сонда біз бұл жерде осы екі фигураның бүйір беттерінің аудандарын тауып, оларды қосу керекпіз. Алдымен былай істейік. Алдымен мына тік бұрышты параллелепипедтің бүйір бетінің ауданын табайын. Давайте оны S жұлдызша деп қоямын. Мұқият қарайтын болсақ, маған мынандай тік төртбұрыш қарап отыр. Артқы жағында тура сондай тік төртбұрыш бар. Давайте оның ауданын S1 деп алайық. Ондай бізде екеу, демек 2S1 деп жазамыз. Мына жердегі тік төртбұрышты S2 деп алайын. Мына артқы сол жағында тура сондай тік төртбұрыш бар, демек 2S2 деп жазып аламыз. Бұл тік бұрышты параллелепипедтің бүйір бетінің ауданы болады. Алдымен S1-ге қарайық. S1 бұл дегеніміз тік төртбұрыш, ұзындығы 20 метр, ені 8 метр. Демек 20 көбейту 8 болады. Әрі қарай S2. S2 дегеніміз тік төртбұрыш, ұзындығы 50, ені 8. Осылай жазайық. Енді осыларды есептейміз. Так, мына жерде 40 320 болады. 100 800 болады. Қоссақ 1120. Енді S2 жұлдызша деп қояйын. Бұл дегеніміз цилиндрдің бүйір бетінің ауданы болады. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы 2πr, одан кейін R қосылған H. Бұл дегеніміз формула, осыны жаттап алсаңдар болады. То есть цилиндрдің бүйір бетінің ауданы, жоқ, кешіңдер. Цилиндрдің толық бетінің ауданын біз осы формуламен есептейміз. Но бізде цилиндрдің жартысы ғана, дұрыс па? Жартысы болғандықтан бұны 2-ке бөліп тастаймыз. 2-ке бөліп тастаймыз, яғни мына 2 кетіп қалады, дұрыс па? Қысқарады олар. Демек, осы жерден пиді жазып алайық. R дегеніміз радиус, дұрыс па? Нағырандар. Мынау тоже 20 метр болса, демек мынау жартысы ғой. Ол 10 метр болады. Демек радиус 10 метр, ал цилиндрдің биіктігі міне орналасқан, ол дегеніміз міне 50 метр болып тұр. Демек 50-ді қосамыз. Демек бұл жерден 600 пи шығады. Сонда толық қаптау үшін, ангарды толық қаптау үшін, біз бұл екі аудандарды қосу керек екенбіз. Қосу керек екенбіз. Сонда 1120 қосылған 600 пи, бұл А варианты болып отыр. Жауабы осы. Жақсы, кеттік. Келесі есепке көшейік. Ангардың көлемін табу керек. Ангардың көлемін табу үшін тура солай екі бөлікке бөлеміз. Бірінші, бізде тік бұрышты параллелепипедтің көлемі, оны табу үшін біз ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Ұзындығы 20 метр, ені 50 метр, биіктігі 8 метр. Осыларды көбейтсек, онда бізде 8000 деген сан шығады. Енді V2 жұлдызша деп жазып қойық. Бұл цилиндрдің көлемі, бірақ цилиндрдің көлемінің жартысы болады, дұрыс па? Цилиндрдің көлемі πr квадрат h, осыны 2-ке бөлу керекпіз. Жақсы, радиусты бағана есептедік, ол 10 болды. Биіктігі 50 болды. Осыны 2-ке бөлсек, онда 100-ді 2-ке бөлеміз 50 болады. 50-ді 50-ге көбейтеміз 2500,
2500 пи. Сонда жалпы көлемді табу үшін біз бұл жердегі көлемдерді қосу керек екенбіз. Ендеше 8000 қосылған 2500 пи болады. Бұл С варианты болып отыр, я? С варианты. Все. Кеттік дальше, келесі есепке өтеміз. Егер 1 тонна жүктің көлемі 0,6 метр куб болса, және ангардың көлемінің 90% ғана пайдалануға болатын болса, онда ангарға неше тонна жүк сияды дейді. Былай істейік, бағана біз ангардың көлемін таптық, дұрыс па? Соның 90%-ын ғана қолдана аламыз. 90% дегеніміз бұл 0,9. Демек біз көлемнің, толық көлемнің 90%-ын табайық. Санның пайызын табу үшін біз санды пайызға көбейтеміз. Түсінікті ғой? Вот. Енді біз көлемді есептедік. Мынау 8000 қосылған 2,5 мың пи болған. Пиді 3,14 деп ал дейді. Онда есептейік, жалпы көлемді біз бағана былай дедік, 8000 қосылған 2500 көбейту 3,14 деп аламыз. 3,14-ті біз 2500-ге көбейтіп, оған 8000-ді қосса қанша болады? Так, сонда 15850 дейді. Бұл ангардың көлемі. Ангардың көлемі осы, біз соның 90%-ын табу керекпіз. Егер бұл қиын болса, ұбт-ға барған кезде бізде калькулятор болады, я? Сол кезде біз соның мына жерде пайызы болады. ұбт-ға барған кезде мына процент көріп отырмыз ғой, сол процентті қолданып шығара аласыңдар. Так что калькуляторды қолдана аласыңдар, сол лайфхакты іске асырыңдар, жақсы ма? Так, енді біз осының 90%-ын табайық. 90% бізде 14265 деп отыр ма? Так, пока осындай дейді. Сонда бұл көлем 14265 метр куб. Бұл жерге қанша тонна жүк сиятынын біз білмейміз ғой. Соны x деп алайық. Енді пропорция бойынша осы x-ті табамыз. X-ті табу үшін қарайық. Мына екеуін біз көбейтеміз. Ол 14265 болады. Және мына қарама қарсы тұрған 0,6-ға бөліп тастаймыз. 0,6-ға бөліп тастау керекпіз. Демек бөлік бөлу 0,6 бұл бізге 23375 деген сан, 23775 деген санды береді. Демек мына жердегі жазған варианттар қате екен, жауабы 23775 тонна болады деген сөз. Так, окей, кеттік. Келесі есеп. 1 тонна жүкті ангарда 1 ай сақтау құны 18 000 теңге. Қазан айында 1 келі картоп өнімі 150 теңге болды. Ақпанға дейін 4 ай ангарда сақтап, сатуға шығарылған картоптың келісі неше пайызға қымбаттайды дейді. Сонда қараңдар, 4 ай бойы ол ангарда жатады, дұрыс па? Қараңдар, 1 тонна дегеніміз бұл 1000 килограмм, дұрыс па? 1000 килограмм затты 1 ай сақтау үшін біз 18 000 теңге ақша жұмсаймыз. Давайте бұны 1000-ға бөлейік, 1000-ға. Демек, 1 килограмм затты 1 ай сақтау үшін 18 теңге төлейді екенбіз. Бізге 1 келі картоп керек, 1 келі, дым өзгерген жоқ. Бірақ 1 ай емес, бізге 4 ай керек, дұрыс па? Демек, мынаны 4-ке көбейтеміз міне. 1 ай емес, 4 ай болады. Онда 18-ді де 4-ке көбейтеміз, ол 72 теңге болады. Демек, біздің картопымыз 72 теңгеге қымбаттайды. Қазір картоптың құны 150 теңге. Ол дегеніміз 100%. Дұрыс па? Ол 72 теңгеге артты, яғни 222 теңге болады. Ол енді қанша пайыз құрайтынын біз білмейміз. Сондықтан пропорция бойынша табайық. Мына екеуін көбейтіп, мына 150-ге бөліп тастаймыз. Ендеше x дегеніміз 222 көбейту 100 бөлінген 150. Так, тоже калькуляторда қолданайық. 222 көбейту 100 бөлінген 150 деп жазамыз. 148% болады. Демек, ол біздің картопымыз 48%-ға қымбаттайды екен. Жауабы D варианты болады. Все, есеп аяқталды. Соңғы 5-ші есеп. Егер бір құты бояу 2 метр квадрат ауданды бояуға жететін болса, ангардың сыртын және ішін бояуға
неше құты бояу қажет дейді. Ангардың сырты. Ангардың сырты ол бүйір бетінің ауданы, дұрыс па? Оны біз бағана есептедік, бірінші есепте. Ангардың сыртын біз 1120 қосылған 600 пи деп есептедік. Енді бұл жерде пиді біз 3,14 деп алайық. Дұрыс па? 3,14 көбейту 600 қосылған 1120. 3004. Сонда 3004 метр квадрат. Бұл сырты, сыртының ауданы осындай. Енді қараңдаршы, іші де примерно сол болады ғой, дұрыс па? Іші де примерно сол болады. Неге? Өйткені бұл жерде қалыңдығы айтылмаған, сондықтан біз оны есептемейміз. Демек, бұны 2-ке көбейтеміз, өйткені іште бар. Іште бар болса, значит 6008 метр квадрат болады. Демек, бір құты, ол 2 метр квадрат жерге жетеді. Бізде 6008 метр квадрат. Бұған қанша құты керек екенін білмейміз. Сондықтан пропорция бойынша табайық. Демек, x дегеніміз 1 көбейту 6008 бөлінген 2. Демек, 3004 болады. Яғни, сыртында ішінде бояу үшін 3004 құты бояу қажет болады деген сөз. Жауабы осы D варианты болады. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі бірінші бөлімде осы контекст тапсырмаларды шығарып бастадық. Бірінші бөлім осылай өз мәресіне жетті. Егерде тағы да осындай видеоларды қаласаңдар, керек болып жатса, онда бұл видеоға лайк басып, кері байланысты беріп өтейік.